Ассалаумағалейкум, сүйікті мен оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін міне біздің тараздан шыққан өте танымал блогер қызымыздың жасауын тігіп шықтық. Енді сонымен сіздерді таныстыра кетейін. Ол қыз бізге мынандай айвари түстен люкс погон құрақ деп айтамыз. Мынаны шатқалдағы өрнектерінен, біздің қазақи тарихи өрнектерінен көмкерілген, кестеленіп жасалған осындай тырнақ құрақпен дайындалған осындай 5 көрпешесі, 3 жастығы, 2 валігінен осындай көрпешелер дайындадық. Енді бұның ішінде мына қызыл көрпеше неге тұр десеңіздер, бұл кісінің мамасы қазір әдемі қазақи бөлме дайындап жатыр, қонақ күткенге, құдаларын күткенге. Бұл жерде біз бұл дизайнды абстракциялық құрақ дейміз. Яғни неше түрлі құрақтың түрі бар, әдемі қазақи өрнектер бар. Сол үшін бұны біз абстракциялық құрақ деп айтамыз. Құрметті оқырмандар, және де ол қыздың осындай 6 әдемі жамылғы көрпесі бар. Барлығы бір түстен дайындалды. Айвари түстен, жаңа алтын түс араласқан айвари түстен дайындалған өте нәзік, жеңіл альпа-люкспен, қымбат маталармен тігілген жамылғы 6 көрпесі бар. Және де осындай, мен оның суретін әдемілеп тағы да сіздерге көрсетіп кетемін. Осындай покрывало дейміз, төсек жапқышы, осындай әдемі 2 жастығымен бар. Және де бізде махаббат көрпесі бар. Олардың бас әріптері, жастардың бас әріптері жазылған ДМ деген. Және де осындай әдемі қызыл көрпешелерін салатын осындай әдемі киіз қаршынында дайындатты. Қаршын деген бізде осындай әдемі сөмке, бұл осындай үшеуін жасатты. Бұған да осы дүниелерін салып, тен ретінде апарады. Мінекей құрметті оқырмандар, мен сіздерді осы жасаумен толығымен таныстырып шықтым. Енді сіздерге сұрақ, осы жасау біздің қай аруымыздың жасауы деп ойлайсыздар? Жауаптарыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер болады.